Құрметті оқушылар, саламатсыздар ма? Бүгінгі дөңгелек үстелімізге қош келдіңіздер. Бүгінгі дөңгелек үстеліміздің тақырыбы достық пен сыйластық мәңгілік құндылық деп аталады. Осы дөңгелек үстел аясында біз достық туралы, сыйластық туралы, осы құндылықтар жайлы не істейміз, әңгіме өрбітеміз. Достық деген өзінің мағынасы өте терең, сыйластықтың да мағынасы өте терең. Бұл қоғам үшін негізін қалаушы, қоғамның негізін қалаушы құндылықтар болып табылады. Осы дөңгелек үстел барысында біз осы достықтың, сыйластықтың, осы құндылықтардың барлығын тереңірек қарап, тереңірек ұғынып, қандай мағына береді, және достық деген не екен, сыйластық не екен, осы дөңгелек үстел аясында бәріміз талқылаймыз. Өздерінің ойларында, өздерінің пікірлерді бүгінгі осы дөңгелек үстелге ойларымды айтып, пікірлерді айтуға, атсалысуға шақырамын. Енді ол жерде сендерге мен бір сұрақ қойғым келіп тұр. Достық дегенді қалай түсінесіңдер? Және ол сіздердің өмірлеріңізде қандай орын алады? Осы туралы кім айта алады? Айла. Достық адамдардың бір-біріне құрметі, бір-біріне құрметі, бір мүдделі орта болып табылады. Және де негізгі достар бір-біріне жауапкершілікпен, Ал енді тағы да балалар мынандай бір сұрақтар достардың екі түрі. Сыйластық қарым-қатынаста қалай көрініс табады? Және оның маңызы неде? Сыйластықта. Дүниедегі ең ұлы сезімдердің бірі достық. Әр адам дүниеге келгеннен кейін ес білгеннен ақ жан дүниесіндегі сырын, мұң шерін тарқатып, қуанышы мен қайғысын бөлісетін дос іздейді. Қандай да бір қиындыққа тап болсаң, оны досыңмен бөлісіп, досыңның ақылын тыңдап, дұрыс шешім қабылдай аласың. Достық туралы нақты ой айтқан философ Артур Шопенгауэр өзінің өмірлік данышпандықтың афоризмдері деген еңбегінде нағыз шынайы достық адамдардың бір-біріне деген терең, таза және адал қарым-қатынасын қажет етеді. Бұл дегеніміз досымыздың қуанышы мен қайғысына ортақтаса білу деген сөз. Осының бәрі адамның өзімшілдік және өркөкіректік қасиеттерін жояды деген. Тамаша. Алихан, тағы да қандай сыйластықтар бар? Адамдар арасындағы өзара түсіністік пен құрметтің негізі. Ол жеке тұлғаның дамуына, отбасылық берекеге және жалпы қоғамның тұрақтылығына оң әсер етеді. Сондықтан әрбір адам сыйластық қарым-қатынасын меңгеріп, оны күнделікті өмірде қолдануға ұмтылуы қажет. Инабат мақал-мәтелдерден білесіңдер ме достық туралы, сыйластық туралы? Қандай мақал-мәтелдер? Дос болып сырттан жүріп мақтамаса, бірін-бірін жамандықтан сақтамаса. Инабат. Досына ақыл айт, жауына көз көрсет. Тамаша. Келесі жанр. Жақсы дос өмірдің қазынасы. Тамаша. Тағы кім мақал-мәтел? Алихан. Ақылды атпа, досыңды сатпа. Ой, керемет. Тағы да қандай мақал-мәтел білесіңдер? Алихан айта ғой. Досына өтірік айтпа, дұшпанына сырын айтпа. Тамаша. Мінекей, өте дос туралы да мақал-мәтелдер де көп екен. Балалар, енді мен сендерге бір сұрақтар қойғым келіп отыр, жағдаяттарды шешу. Сендерде осындай бір сұрақтар туындап қалса, достар арасында бір шешілмей жатқан шешімдер болса, сендер осы шешімді қалай шешер едіңдер? Мынандай жағдаяттық сұрақтарды оқып көрейін, сендер осыған жауап беріп көріңдер. Саған досың өкпелі, неге екенін білмейсің. 2 күн болды сені көрсе қашқақтайды. Сен не істейсің? Жаннұр. Барып не болғанын сабырмен сұраймын. Егер де ренжіткен болсам, одан кешірім сұраймын. Одан кешірім сұрайсың, Егер сен келесі, досың сенің жақсы көретін киіміңді күйдіріп алды. Қандай шешім қабылдар едің? Жатыр. Сенің әлің жетпейді. Не істейсің? Мен оған доғар деп, ол кішкентай балаларды қорға ұстайтын ем. Ол досымды тоқтатып, немесе үлкендерді шақыратын ем. Ол тоқтатамасам. Өзінің әлің жетпесе, әлім жетпесе. Келесі сұрақ, балалар. Досың сенің қима саған, сыйлаған сувениріңді ұнатып қалды. Қайта-қайта оны қызықтаумен болды. Қимас досын сұраса берер ме едің? Егер де ол сувенир мен үшін аса қымбат болмаса, мен оны досыма берер едім. Досымның қуанып қалғаны мен үшін де қуаныш. Ал егер ол сувенир мен үшін ерекше естелік болса, оның маңыздылығын досыма сыпайы түрде түсіндірер едім. Өте тамаша. Енді осы дөңгелек үстелімізді біз қорытындылай келе, не алдық, не білдік? Кім айта алады осы туралы, бүгінгі дөңгелек үстел туралы? Жаннұр.
Достық пен сыйластық адам өміріндегі аса маңызды құндылықтар. Оларды нығайту әрқайсымыздың қолымызда. Бір-бірімізге құрметпен қарап, қолдау көрсетіп мейірімділік танытсақ, онда қоғамда бейбіт өмір орнайды. Достықты бекемдеу, сенім мен шынайылықтан басталса, сыйластықты арттыру әдеп пен мәдениеттің белгісі. Сондықтан әр адам күнделікті өмірде осы қасиеттерді қолдануға ұмтылуы тиіс. Сонда ғана бірлік пен татулық орнаған қоғам құра аламыз. Тамаша, керемет. Я балалар, көрдіңдер ме? Яғни достық пен сыйластық мәңгілік құндылық деп бекер айтпасы, иә? Яғни дос болғаннан кейін бір-бірлеріңді не істеу керексіңдер? Сыйлай білу керексіңдер. Қиын кезде бір-бірлеріңде не істеу? Көмектесе білу керексіңдер. Досыңды не істемеу керексіңдер? Алдамау керексіңдер. Оған не болу керек? Қандай болу керек? Адал болу керек. Мінекей, құрмет көрсету керек. Өте тамаша. Енді дос, сыйластық деген ұғымды біз аша білдік деп ойлаймын, иә?